Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Әсет Оразқанның «Әмиян» атты әңгімесін жалғастырып оқитын болам. Әңгіменің бірінші, екінші, үшінші бөлімі өткен бөлімдерде. Әмиян, төртінші бөлім. 2 күннен соң тағы да бас ауырып, тағы да есін білмей Айымжанның қойнынан шықты. Бұл жолы үн-түнсіз киініп, лим демей сыртқа шықты. Болған нәрсенің бәрін басынан бастап есіне түсіре бастады. Бір кезде сап етіп, Әмиян есіне түсті. Қалай ойына келмеді? Сол Әмиянға жолағысы келмеп еді. Ақшасын бекер қолдандым деп өкініп қалды. Көлігін жөндеткен ұстаға тіке тартты. Дәке, амансыңдар ма? Оу, Сәке, кел. Өткенде саған көлігімді жөндетіп едім ғой. Сол кезде 20 мыңдық берген едім. Иә, білем. Маған дәл сол ақша қажет болып тұр еді. Дәл сол купюрлар. Ұста қолының майын сүрте жақындады. Сенен сол ақшаны алған соң үйге барып қобдишаға салып қойдым. Сол ақша үйде 2 күн тұрды. Сол қобдишаға жақындасам, басым қақсап қоя береді. 2 күн қатарынан солай болды. 3-ші күні қобдишасымен қосып, бақшаға апарып көміп тастадым. Ертең өзім хабарласып, сұрайын деп отыр едім. Қайдан келген ақша ол? Не пәлесі бар? Қазып алайық онда, кейін түсіндірем. Екеуі қобдишаны қазып алып, ішіндегі ақшаны Серікболдың бардачогында жатқан Әмиянға қайта салды. Сосын бірден өзі танитын мықты бір тәуіпке барып, болған жайды басынан аяқ баяндап берді. Тәуіп Әмиянды әр ақтарып, мұны мен қайтара алмаймын. Саған бір номер берейін. Сол кісіге хабарлас деді. Ол кісіге хабарласып еді. Ол шет ауылда тұрады екен. Қазір кел деді. Серікбол бірден сол жаққа тартты. Молда кісі Әмиянды әрі-бері салмақтап отырып, мен де оқи алмаймын. Алматының жоғары жағында Бәлен деген татар кемпір бар. Бір білсе, сол біледі деп, мұны қайтадан қалаға қуды. Жазған құлда шаршау бар ма? Қайтадан қалаға келді. Татар кемпір үйінде екен. Бұған тесіле қарап, бірден, «Ты, собака, почему чужой деньги берешь?» деп дүрсе қоя берді. «Вот видишь, какие последствия теперь?» Серікбол қипалақтап, не айтарын білмей тұр. Ақшаны алғаны рас қой, кінә өзінен. Кемпірге Әмиянды ұстатты. Кемпір Әмиянды күлге ойнатып алып, үстінен су құйды. Одан қалса қорадан малдың жас тезегін әкеліп, оған былықтырды. Сосын отыра қалып күбірлеп, бір нәрсе оқи бастады. Сейчас, плохо будет. 3 күн оқимын. Осы күнде она или умрет, или с ума сойдет, деді. Берікболдың көзі атыздай болды. Да, это черная магия такая. Нафиг было чужой муж отбивать, сушка такая, деп татар апа боқтанып жүр. Сен енді үйіңе қайт. Ертең никуда не выходи. Кешке как солнце сядет, приходи. Но машинамен емес, жаяу кел. Автобуспен кел. Ертеңіне Серікбол ұйықтап жатқанда, жаны шырқырап Айымжан хабарласты. Әмияным қайда? Сенің көлігіңде Әмияным қалған. Тауып бер. Серікбол жолатпады.
Хабарым жоқ. Мың сан адам мініп жатыр. Біреу болмаса біреу іліп кеткен шығар. Әмияныңа ие болмайсың ба? Көрмедім, білмедім. Егер таппасаң, қатыныңа екеуміздің жатқан фотоларды көрсетем. Көрсете бер. Телефонды қойған соң Серікбол келіншегін жанына шақырып алып, болған нәрсені бастан аяқ айтып берді. Тіпті Айымжан мен 2 түн болғанын да жасырмай айтты. Бірақ біле тұра емес, дуа жасалған, қазір бір татар кемпір оқып қайтарып жатқанын айтты. Келіншегі ойланып отырып қалды. Серікбол екеуі үйленер кезде болған бір оқиға есіне түсті. Серікбол мұны бір туған күнге шақырған. Сол жерде ішіп жеп билеп, ойнап күліп, көңіл көтеріп жатқанда бір қыздың Серікболды айналшықтап жүргенін көріп, іші тыз ете қалған. Бірақ Серікбол ол қызға мән бермей, мұны қасында алып жүрген. Сол қыз қанша тырысса да, сол кезде Серікбол бұған деген адалдығын сақтай білген. Тіпті араға талай от салғысы келіп, өсек жайып жүрсе де, онысынан түк шықпаған. Осыны ойлап отырып, күйеуінің шынын айтып отырғанын түсінді. Саған сенем ғой, сәкем. Ғазиз басың аман болсын. Бар пәле сонымен кетсін. Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кетпес. Серікбол келіншегін құшақтап, рахмет, алтыным. Сенен басқа 2 ботақанымнан басқа бақыт маған керек емес деп бауырына басты. Ертесіне татар кемпірге тағда барды. Татар кемпір оқып бастағаннан Айымжан бұған қоңыраулата бастады. Татар кемпір мұның телефонын алып жерге бір қойып сындырды. Другой купиш. Жарайды деп ойлады Серікбол. 3-ші күн дегенде басы ауырғаны басылып, реңі дұрыстала бастады. Бірақ Айымжан есінен кетіп, қайта-қайта талып, ауруханадан, реанимациядан бірақ шықты. Әкесі зыр жүгіріп, мен деген профессорларды әкелсе де, олар бастарын қасып, диагноз қоя алмады. Тек бір ғана 80-ді ылқымдаған кәрі поляк дәрігер. Медицина бессильна. Ищите человека, который читает ее. Тут что-то нечистое есть, деді. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, бүгінгі әңгіменің 4-ші бөлімі осылайша аяқталды. Әңгіменің әрі қарай қалай өрбейтінін білгіңіз келсе, арнадан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңырауды қарайтып, үсе деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отыра аласыз дегім келеді. Ал әзірге мен сіздермен қоштасам, келесі кездескенше хош, сау болыңыздар.